қонақтарына сіз жоралғы жасайды ғой, иә? Ендеше мен келген қонақтарсың да сендер маған, иә? Сондықтан сендер саған шапаны сыйлаймын. Тағым болды, есептей береміз. Немерелеріміз тапсырманы дұрыс орындаса, осындай сыйлықтар беріңіздер, иә? Дұрыс. Өте жақсы орындапсың. Жарайсың. Кәнекестен де құрам жақсы. Белсіз қосылғыштарды табуға байланысты сондай тапсырмаларды санның құрамына байланысты тізбек бойынша санның құрамын тауып үйренуге мен қазір сендерге екінші топ сендерге мынандай тапсырма берген, иә? Сендер екінші топ сендерге жазсашы мен екінші топта қазір сендерді дұрыс екенін тексеремін. Яғни қараңдар, біріншісінде 6 шығу керек деп, екіншісінде 7, үшіншісінде 2 литр деп, төртіншісінде 9 килограмм деп. Дұрыс орындасам олар, бағалап жіберейік. Жарайсыңдар, бірінші топты бағалап. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Ал келесі, жаңағы балалар, болған балаларға мен сыйларын кетір, білім келдім. Сендерде дұрыс орындасыңдар, жаңа иә, үшінші топ правильно жазып жіберді. Сендерде өте жақсысынан орындады, сондықтан сендерге білімді болыңдар деп, білімді тарту екенін ата-аналарымыз берген, иә? Жақсы, ал енді үшінші топты көрейік. Үшінші топта балалар. Яғни қарайсыз, бір тексереді, 10 сантиметр тең дейді. Иә, жүрдеді, иә, ана жерде жеткізілген. Иә, келесі 9 және тамаша, мына жақ топта дұрыс орындалды балалар, және дұрыс деген бағалаймыз, қол ережесін сақтаймыз балалар. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Білім кілтін сыйлаймын, иә? Сендерге білім кілтін. Не мынадай білім кілтін. Ендеше кәне ата әжемізге арнап ән айтамыз. Кәне музыкамен бірге тұрайық. Күз мезгіліне қай мезгіл? Күз мезгілі. Қыста сендер тоғып қалмасын деп, сендердің әжелерің мынандай әдемі қолғаптар тоқып берді сендерге. Қазір осы қолғапты сендерге тартып етемін, иә? Әдемі қолғап. Қолдарын жылы тұрсын деп, сендердің әжелерің қолғап тартып етті. Көрсіп. Тамақта біздің класс жай келеді деп айтса аласыздар. Біреулер. Маған қарап көтеріңдер, иә? Кәне онды үйімізге тасып көмектесеміз, иә? Молодец, 3 қосу жетік арттырдың, иә? Жақсы. Демалған күні қандай мереке болды? Білесіңдер ма? Демалған күні 15 күні қандай мереке болды? Естігендерің бар ма теледидардан? Естіген жоқсыңдар ма? Теңге күні болды балалар, теңге күні. Иә? Теңге күні. Қазақстанның тұңғыш теңгесінің шыққан күні болды балалар, 15 күні. Иә? Ендеше міне, сол кезде мынандай 100 теңгелік, 200 теңгелік, неше түрлі теңгелер бар ғой негізі, иә? 500 теңгелік деген, иә? Осындай теңгемен сендердің жұмыстарын бағалайын деп тұрмын. Міне, мына күндер өте жақсы ата-аналарына көмектесті. Өздеріне бір қап 10 толапты және мынандай 200 теңге ақша алып алдыңдар сендер. Иә? Жақсы. Сендердің еңбектеріне осындай. Сендер жақсы адал еңбек етсеңдер, еңбектерінің жемісін көреді екенсіңдер, иә? Қазір жаңа
Да. Немесе? Иә. Сен маған жеті бәрді беремін. Жақта қоямыз. Десе қымыз. Ішкен екен әжесінің, иә? Келесі. Ал. Айта ғой. 8-ден жетін аламыз. 10. Нешекен? Айдана, барма жоқ? 1 дейді. Дұрыс айтады, иә? Қазір дұрыс бекен тексерек айтыңыз. Иә? Кәне әжесі асықпай күйіп жатыр. 1 дейді жауап. Дұрыс бекен? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Мен жеті деп ойлаймын, сабаққа жақсы қатысыңдар. Иә, жақсы қатысыңдар сабаққа. Өте жақсы қатысыңдар. Енді бүгінгі сабақты мен түсіндім дегендер алдардағы көңілді смайликтердің жасылын көтересіңдер. Жартылай түсіндім десеңдер сары, мүлдем түсінген жоқ десеңдер қызылды көтересіңдер. Кәне? Жарайсыңдар. Сен смайлик қайда? Қайсын көтереміз? Түсіндің ме? Тамаша, жарайсыздар балалар. Ендеше жинақталып, келесі сабағымызға барамыз. Сабақ аяқталды.